Саламатсыздарма, құрметті оқушылар. Менің аты жөнім Ибраева Гүлнара Жақсылықовна, математика пәнінің мұғалімі. Балалар, біз өткен сабақта математика сабағынан көптеген есептер шығарғанбыз. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қағаз ақша. Осы сабақта біздің меңгеретініміз 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды ажырату және түрліше төлем жасау. Сенің білетінің 100 теңгелік, 200 теңгелік, 500 теңгелік ақшамен түрліше төлем жасау. Сабақтың мазмұны 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік банкноттар. Ал балалар, қағаз ақша. Суреттегі ақшаларға қараңдар. Мына жерде екі түрлі ақшаның түрлері тұр екен. Осы ақшаның түрлерінде қайсы ақшалар сіздерге таныс деп ойлайсыңдар? Әрине, өзіміздің Қазақстан Республикасының валютасы теңге. Біз осы теңгені көп пайдаланамыз. Ал өзімізге таныс емес ақшаларымыз ол да тұр екен. Ол шет елде көбіне пайдаланатын валюталар. Ал балалар, келесі видеомызда осы теңге туралы мағлұмат алып аласыңдар. Одан кейінгі тапсырмаларды орындаймыз. Қарашы, мынау Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге. Теңге атауы ортағасырлық түркілердің денге деп аталған ұсақ күміс монеталарынан шыққан. Теңгенің номинальды құны неғұрлым өскен сайын соғұрлым қымбат. Бүгінгі сабақта купюралар немесе 1000, 2000, 5000 теңгелік банкноттар туралы айтамыз. 1000 теңгелік банкноттың негізгі түсі сарғыш қоңыр. Өлшемі 134 мм-де 70 мм. Купюра бетінде Қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. 2000 теңгелік банкноттың негізгі түсі жасыл. Өлшемі 139 мм-де 73 мм. Купюра бетінде Қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер, құландар және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. 5000 теңгелік банкноттың негізгі түсі қызыл. Өлшемі 144 мм-де 76 мм. Купюра бетінде Қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер, қар барысы және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. Есепті шығар. 1000 теңгеге 400 теңге қайтарып беретіндей қандай тауарлар алуға болады? Дұрыс, банан бумасы және мандарин бумасы. Мандарин бумасы шырын және қарындаштар жиынтығы. Банан бумасы шырын, шоколад және шахмат. Кестені қара. Берілген тұжырымдар ақиқат па, жалған ба, соны анықтайық. Мандарин бумасы 350 теңге тұрады, ал шырын 150 теңге. Ақиқат тұжырым ба, жалған ба, анықтайық. Дұрыс, бұл тұжырым ақиқат. Себебі 350 азайту 150 тең болады 200-ге. Ақиқат тұжырым ба, жалған тұжырым ба, анықтайық. Дұрыс, бұл тұжырым жалған. Себебі 600 бен 800 тең 1400-ге. Ал 2000 минус 400 тең болады 1600-ге. Ал 1400 бен 1600 тең емес. Ал балалар, біздің мына жердегі тапсырмамыз тұр. Өрнектің мәнін табамыз. Балалар, біздің негізгі бөлімімізде, осы сабақтың негізгі бөлімімізде өзендер. Өзендер туралы не білеміз?
Қазақстанның аумағында ірілі ұсақты 85 мың өзен бар екен. Енді мінекей балалар, осы өзендегі мына тұрған заттарымызды қараймыз. Өзеннің жағасына бара жатқан кезде көбіне біз құралдар алып шығамыз. Бұл құралдарды кімдер пайдаланады деп ойлайсыңдар? Көбіне балықшылар. Балықшылардың құралдарын қараймыз. Онда әрбір заттарының бағалар жазылып тұр екен, теңгелері. Осы теңгелер бойынша өрнек құрастырамыз. Мінекей дайын өрнек. Осы өрнектердің мәнін табамыз. Ал балалар қараңдар, мұндағы тұрған өрнекпен мына жердегі тұрған бағаны қараймыз. Мына заттарымыз қараймыз. Бізге балықшыларға не керек? Қармақ керек. Бізге шелек керек. Тамағы керек мына жерде. Одан кейін сүзгі, қалып деген бар. Қармаққа ілінетін қалып. Осы заттарды сатып алады екенбіз. Қанша болады деп ойлайсыздар балалар? Қараймыз. Өрнектерімізді қараймыз. Мінекей 210 теңге мына заттан екеуін алған екен. 150 теңгеден екі зат алыныпты мінекей. Осыларды есептеп өрнегін мәнін табамыз. Ары қарай кеттік. 490 теңге бұл қармақтың бағасы. Оған қосамыз 330 теңге ол шелектің бағасы. Оған қосылады, қалыпты қосамыз 150 теңге. Өрнектің мәнін табамыз. 1000 теңгенің көлемінде болатын болса, ақшамыз бізде қанша артық қалады? Қараймыз. 490 теңгені көбейтеміз 2-ге, қармақ 2 екен. Осы 2 қармақты алғанда қанша ақша қалады? Ары қарай кеттік. Менің қолымда тағы 1000 теңге ақша бар. Бірақ мен оны 330 теңгеден шелек алдым. Одан кейін 400 теңгеге тамағын алдым. Ал маған 1000 теңге бердім, маған сатушы қанша теңге қайтарды деп ойлайсыңдар балалар? Есептейміз. Ал балалар, сендердің өрнектерің қандай болды? Осы өрнектен тексеріп көрейік. Мінекей балалар, 2 қармақ, 2 қалып, мен төлеппін 720 теңге. Одан кейінгі қармақ, шелек, қалыпты алып едім, 970 теңге төлеппін. Енді маған сатушы 1000 теңге ақшама қанша теңге ақша қайтарды маған? Есептеп аламыз. Қармақтан 2-ін алдым, 1000 теңге бердім. Сатушы маған 20 теңге қайтарды. Ары қарай кеттік. Мен тағы да шелек алдым. Одан кейін тамағын алдым. Мен сатушыға 1000 теңге ақша бердім. Ол сатушы 270 теңге қайтарды. Ал сендердің өрнектерің қандай болды балалар? Құрастырып көріңіздер. Ал балалар, енді мына тапсырманы орындайық. Өрнектің мәнін тап. Жақша ішінде 2000 теңге қосамыз 1000 теңге. 2000-ға 1000 теңге қосқанда қанша болады балалар? 3000 теңге. 3000 теңгені көбейтеміз 2-ге. Осы есептің жауабы қайсы деп ойлайсыңдар? 6000 теңге. Тексереміз. Дұрыс екен жауабымыз. Келесі тапсырмамызды орындаймыз. Өрнектің мәнін тап. Тағы да бізде теңге туралы 1000 теңгеден азайтамыз 500 теңге, бөлеміз 100-ге. Ал жауап табамыз. Қанша болады? 5 теңге. Ал тексеріп көрейік осы есебімізді. Дұрыс пе екен балалар? Дұрыс. Келесі тапсырмамызды орындаймыз. Үшінші тапсырма бойынша салыстыр. Қараймыз. 5000 теңге азайтамыз 1000 теңге. Азайтамыз 500 теңге. Қанша шығады балалар? Азайтуда. Келесі жағын қараймыз, есепті қараймыз. 2000 теңге қосамыз 1000 теңге. Қайсы көп, қайсы аз? Салыстырамыз. Ал балалар, көрейік. Тексеріп көрейік енді. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Сонда 5000 теңгеден азайтамыз 1000 теңгені. 4000 теңге, 4000 теңгеден азайтамыз 500 теңгені.
3500 теңге екен. 3500 теңге көп екен. Келесі тапсырмамыз. 1000 теңгенің 5-тен 1 бөлігін тап. 1000 теңгенің 5-тен 1 бөлігін табамыз. Қанша болады, балалар? Ал енді, балалар, тексеріп көрейік есебімізді. Дұрыс па? Дұрыс емес. Ары қарай қайтадан қараймыз енді. Ал, балалар, мен 200-ді бастым. Тексеріп көреміз. Балалар, есебіміз дұрыс па екен? Дұрыс. Сонда бізде 500 теңге емес, 200 теңге екен. Ал, 5-ші тапсырма бойынша. Мына жерде Азат досына бір есеп жасырды. Мен бір ақша ойладым. Оның 4-тен 1 бөлігі 500 теңге. Мен қанша теңге туралы ойладым? Сұрақ. Қанша теңге ойлады екен? Қарап алайық. 504 теңге дейді. Жауабында 1000 теңге, 469 теңге және 2000 теңге екен. Ал, балалар, сонда қанша теңгені ойлады екен? Көрейік. Менімше 2000 теңге. 2000 теңгені бастым, ал тексеріп көреміз. Дұрысын, бұрысын. Қараймыз, балалар. Дұрыс екен. Сонда Азат 2000 теңге ойлаған екен. Ал, балалар, осы сабақта теңге туралы мәлімет алып алдыңдар. Көптеген тапсырмаларды орындадыңдар. Есептерді шығардық. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсің бе? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Менің аты жөнім Перизат Құрманғазы қызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлеңке қалай пайда болады. Бүгінгі сабақта сен көлеңкенің не екенін білесің, және көлеңке қалай пайда болатынын түсінесің. Сонымен, мына үстелімде тұрған заттарға назар аудар. Мен қазір оларға жарық бағыттаймын. Ал сен бақыла, бұлардың қайсысынан көлеңке пайда болады. Бірінші, екінші дене. Көлеңкелерді көріп тұрсың ба? Үшінші, төртінші, міне денелерге жарық бағыттадым. Сен бұлардың ішінде қайсысы көлеңке түскенін байқадың. Міне мынау картоннан жасалған ыдыс, сонан кейін мына текше. Бұларда не үшін көлеңке пайда болды? Себебі бұл денелер қандай? Мөлдір емес. Жақсы, енді мына суретке назар аудар. Суретті мұқият қара. Суреттің ортасында күн тұр. Күннің жарық көзі екенін білесің. Ал айналасындағы заттарды мен атап өтейін, сен мұқият қарап отыр. Жаңағыдай картон стақан, ойыншық машина, шыны стақан, доп, шайнек, ваза, ол да шыныдан жасалған. Сондан кейін шыныдан жасалған тағы бір ыдыс. Міне осы заттардың ішінде қайсысы көлеңке түсіреді? Я, қазір өзімізді тексерейік. Сен дұрыс таптың деп ойлаймын. Жаңағы картоннан жасалған стақан, ойыншық машина, доп және шайнек көлеңке түсіріп тұр. Бұл аталған заттарға не ортақ? Олар мөлдір емес заттан жасалған. Солай ғой? Енді олар көлеңке түсіреді. Сонда көлеңке деген не? Ол қалай пайда болады? Міне бүгін біз осы сұрақтың жауабын іздейміз. Енді сызбаға назар аудар. Сызбаға қарап еске түсірейік. Бұл сызба саған таныс. Біз одан судың қалай ағатынын және жарықтың қалай таралатынын анықтаймыз. Сонымен сызбадағы бағыттаушыларға назар аудар. Су жолында кездесетін кедергілерді айналып өтеді, ал жарық түзу сызықпен тарайды. Енді осы процесті практикада бақылап көрейік.
мен суға жасыл бояу араластырдым. Маған мынандай жайпақ табақша керек. Қазір мен су ағызатын болғандықтан, мына жеріне майлық төсеп қоямын. Текшені қоямын, кішкене еңіс болу керек. Ал енді бақылап отыр. Мен су ағызамын, ал сен судың қалай ағатынын байқа. Тағы да. Ал енді осы судың жолына кедергі қояйын. Мен кедергіні мынандай ыдыспен қоям. Қара, су кедергіні қалай өтеді екен? Байқадың ба? Су кедергіні айналып өтіп кетті. Ал енді тура осы денеге жарық түсіріп көрейік. Мен қолшамды қостым. Қолшаммен жарықты бағыттайым. Ыдысқа жарықты бағыттадым. Енді жарықтың бағытын қара. Ол түзу сызықпен таралып келеді де, ыдыстың қабырғасына келіп тірелді. Ол ыдысты тесіп те, айналып та өте алмайды. Сондықтан назар аударсаң, ыдыстың екінші жағында, ар жағында көлеңке пайда болды. Не байқадың ба? Міне осы көлеңке жаңағы түзу сызықпен таралып келе жатқан жарықтың өте алмай қалған жер екен. Яғни мына жерге жарық түспей қалды. Сол жарық түспей қалған жер көлеңке деп аталады. Енді тура осы жарықты мөлдір денеге бағыттап көрейік. Мөлдір денеден жарық өтіп тұр. Сонымен көлеңке дегеніміз не? Көлеңке дегеніміз жарық түзу сызық бойымен таралған кезде ол мөлдір және жартылай мөлдір заттар арқылы өтеді. Ал жарықтың жолында мөлдір емес материалдан жасалған зат кездесетін болса, жарық оны тесіп те айналып та өте алмайды. Сондықтан мұндай заттың артында қара немесе сұрдақ пайда болады. Міне осыны көлеңке деп атайды. Енді ғылыми тұрғыда көлеңкеге мынандай анықтама береді. Көлеңке мөлдір емес дененің арғы жағында жарық түспеген кеңістіктің бөлігі. Суретке мұқият қарасаң, жарықтың жолына кедергі келтірген заттардың ар жағында түскен көлеңкелерді көріп тұрсың. Жақсы, енді біз мұнан анықтап алайық. Қандай денелер көлеңке түсіреді? Сонда көлеңке пайда болу үшін не қажет? Кәне өзің жауап беріп көрші. Жақсы, онда өзімізді тексерейік. Көлеңке пайда болу үшін бірінші жарық қажет екен, одан кейін мөлдір емес дене қажет екен. Жақсы, енді ары қарай жылжимыз. Мынандай сұрағым бар саған. Көлеңке неліктен күңгірт түсті болады? Күңгірт дегенде кейде ол қара түсті, кейде сұр түсті болады. Неліктен? Қалай ойлайсың? Бұл сұраққа жауап беру үшін сен алдыңғы сыныптардағы біліміңді қолданып көр. Себебі жарық түспейтін жер, күңгірт дақ, қара дақ пайда болғанда, ол жерде не жоқ деген сөз? Жарық жоқ деген сөз. Яғни күңгірт, қара, сұр болатын себебі ол жерде жарық жоқ болғандықтан қараңғы. Біз қараңғы деген не екенін білеміз бірінші сыныптан. Қараңғы деген жарықтың болмауы. Сонымен бізде тағы бір сұрақ қалды. Көлеңке пішіні заттың пішіне байланысты бола ма? Ол үшін кішігірім зерттеу жүргізе аласың. Біріншіден, түрлі фигуралар қиып алуыңа болады. Ол фигураларды мынандай таяқшаға бекіт. Одан кейін қолшамды алып, ол фигураға жарық бағытта. Мысалы, кәне қарайық. Қолшамдың жарығын әрі-бері қозғап, жақындатып, алыстатып, көлеңкенің өзгерісін бақыла. Міне жақындата түскен кезде көлеңке анық болады. Ал сәл алыстатсаң, көлеңке бұлыңғыр бола бастайды. Міне осыдан түрлі қорытындылар жасауға болады. Ал енді көлеңкенің пішіні, заттың пішінін қайталап тұр ма? Қайталап тұр. Келесі, мысалы, мұны оюға түсіріп көрейік. Оюдың да көлеңкесі анық көрініп тұр.
Жақсы, міне біздің бақылағанымыз көбіне көлеңкені, пішінні заттың пішініне ұқсас келеді екен. Міне осы қасиетті көлеңке театрында пайдаланған. Көлеңке театрын ежелгі адамдар ойлап тапқан деседі. Себебі олар аң аулап келіп, оттың басына жиналғанда өздерінің қимылдарынан түрлі бейнелерді байқаған. Ежелгі Қытай мен Үндістанда осындай көлеңке театрлары танымал болған екен. Қазір сен көлеңке театрын қалай ұйымдастыруға болады? Міне осы туралы видео көре ғой. Сонымен, бүгін біз сабақта көлеңке жарықтың түзу сызық бойымен қозғалу себебінен пайда болатынын білдік, және көлеңке мөлдір емес дененің арғы жағында пайда болатын дақ екенін түсіндік. Сондай-ақ көлеңке театрын қалай ұйымдастыру керек екенін үйрендің. Сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Сау бол, келесі кездескенше. Доброе утро. Меня зовут Гульмира Таланбековна. Начинаем урок русского языка. Какая ты вода? Волшебница вода. Сегодня на уроке ты узнаешь, как пишутся предлоги со словами, а также научишься находить информацию из текста и делать короткие записи. Я предлагаю посмотреть тебе интересное видео. Вода, пройдя сквозь толстый слой почвы, очищается от грязи и соли. Поэтому люди роют колодцы, используют эту воду для питья и ведения хозяйства. Места, где выходят на поверхность подземные воды, называют родниками. Родниковая вода, протекая ручейком, сливается с крупными реками. Крупные реки вливаются в озера и моря. Кто скажет, откуда берется вода? И почему так прозрачна она? И почему состояние разное? Твердое, жидкое, газообразное. Что ты узнал о воде из этого маленького четверостишия? Да, вода бывает разной. И сегодня у нас будет необычный урок, а урок-эксперимент. Мы будем ставить опыты, и ты сам многое узнаешь о воде. Итак, слушаем и экспериментируем. Опыт первый. Налей в один стакан воду, а в другой молоко. В оба стакана положи чайные ложечки. Следующий опыт. А теперь попробуй наклонить стакан с водой или перелить в другую посуду. А теперь давай сделаем вывод и запишем. Слова подсказки: бесцветная, прозрачная, жидкая. Вода бывает. Проверь себя, пожалуйста. Вода бывает бесцветная, прозрачная, жидкая. Отлично. И у нас следующий эксперимент.
Слушай внимательно. Налей в один стакан воду, а в другой апельсиновый сок. Понюхай воду и сок, а затем попробуй их на вкус. Отлично. А теперь запиши, пожалуйста, вывод. Вода не имеет запаха и вкуса. Вот интересно, вода не имеет вкуса, но почему иногда так говорят, какая вкусная вода? И следующий наш опыт. Внимание. Возьми в руки снег или лед. Ты увидишь, как он быстро начинает таять в твоих теплых руках и превращаться в водичку. А когда ты будешь нагревать эту водичку на огне, то сразу увидишь, как она превращается в пар. Вот какая волшебница вода! Запиши вывод. Запиши, в каком состоянии бывает вода. Поставь вопрос к словам, признакам. Вспомни, на какие вопросы отвечают слова-признаки. Слова-подсказки – жидкое, газообразное, твердое. Проверь себя. Вода бывает какая? Жидкая, газообразная, твердая. И еще один вопрос. Можешь ли ты назвать причины, по которым вода переходит из одного состояния в другое? Какие такие причины способствуют этому? Осадки, тепло рук, температура или ветер? Да, температура способствует тому, что вода переходит из одного состояния в другое. А сейчас давай прочитаем очень интересное стихотворение о волшебнице в воде. Есть чудесная водица, без нее нам не прожить, не умыться, не напиться и здоровыми не быть. Что же это за водица? Кто ответит на вопрос? О водичке все мы знаем и утрем любому нос. Это дождик и сосулька, белый снег и гладкий лед, ручеек, родник и речка. Каждый все это поймет. Вот такое вот стихотворение про воду. Итак, во что же может превратиться вода? Выбери варианты ответов. Да, в дождик и сосульку, в снег и лед, а также в ручеек, родник и реку может превратиться вода. Следующее наше задание. Где же живет вода? Сейчас мы составим 2-3 предложения по предложенной схеме. Обрати внимание, что в наших предложениях используются маленькие слова-помощники, предлоги. Вспомни, как пишутся предлоги со словами. Да, предлоги со словами пишутся раздельно. Проверь себя. Вода живет в облаке, вода живет в океане, вода живет в снежинке. А сейчас я предлагаю тебе оценить свою работу по 10-бальной шкале. Если тебе было легко, интересно, и ты справился со всеми заданиями, то это 10 баллов. Я думаю, что именно столько каждый сегодня и получил на уроке. А я прощаюсь с вами. Встретимся на следующем уроке русского языка. До новых встреч! Төртінші сынып оқушылары балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма